Футбол әлемде миллиондаған жанкүйерлер тамашалайтын ең танымал спорт түрлерінің бірі болып табылады. Дегенмен сондай-ақ бұл спорт түрі ең қауіптілер қатарына жатқызылатыны жасырын емес. Көп жағдайда ойыншылар допқа таласам деп қол-аяқтарын сындырып, бастан ауыр соққы алып, басқа да түрлі ауыр дене жарақаттарын алып жатады. Ассалаумағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда футбол алаңында жан тапсырған футболшылар жайында қайғылы оқиғалар туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын арнаға жазылып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, біз бастаймыз. Хорватия чемпионатының 3-ші дивизионның ойыны қарсаңында Марсонетті команданың футболшысы Бруно Бобан матчтың 15-ші минутында кеудесіне доп тигеннен кейін есінен танып құлап түседі. Орын алған жағдайдан соң қос команда ойыншылары, сондай-ақ клубтың медицина қызметкерлері бірден футболшыға көмекке ұмтылды. Алғашқы көмектен кейін дәрігерлер ойыншыны ауруханаға жеткізген. Алайда көп ұзамай футболшы қайтыс болды. Зерттеулер нәтижесінен кейін небәрі 25 жастағы хорватиялық ойыншының жүрек ұстамасы себебінен қаза тапқандығы анықталды. Ганалық шабуылшы Рафаэль Двамена Албания чемпионаты аясындағы Эгнатия мен Партизани командалары арасындағы болған кездесудің 24-ші минутында есінен танып құлап түседі. Дәрігерлер бірден көмекке ұмтылып, шабуылшыны дереу түрде жақын маңдағы ауруханаға жеткізген. Алайда сонда да футболшыны аман сақтап қалу мүмкін болмаған. Ойыншы 28 жасында жүрек мәселесіне байланысты қайтыс болды. Айтып өтерлігі, осы қайғылы оқиғаға дейін де шабуылшыда бірнеше рет жүрек мәселесі байқалған. 2020 жылдың қаңтар айында оның жүрегіне дефибриллятор құрылғысы орнатылып, дәрігерлер оған футболды тоқтатуды ұсынған екен. Дегенмен футболшы ойнауды жалғастыра беру шешімін қабылдаған. Кейіннен 2021 жылдың қазан айында футболшыда дәл ойын кезінде жүрек ұстамасы байқалған. Ал 2022 жылы шабуылшы жүрегіне орнатылған құрылғыны алдырып тастап, бар жауапкершілікті өзіне алатынын айтқан екен. Өкінішке орай 2023 жылдың қараша айында қайғылы оқиға орын алды. Индонезия чемпионаты аясындағы Персела мен Семен Паданг командалары арасындағы ойын сәтінде Хойрул Хода есімді қақпашы топқа талас кезінде әріптесімен қақтығысып қалып, есінен танып қалады. Орын алған жайттан соң голкиперге бірден алғашқы көмек ұйымдастырылып, кейіннен ол ауруханаға жеткізілді. Алайда 38 жаста болған қақпашы бақилық болды. Хойрул Ходаның ойын сәтінде басы мен мойнынан өте ауыр жарақаттарды алғандығы белгілі болды. 2024 жылдың ақпан айында Индонезия футболында кезекті трагедиялық жағдай орын алды. Субанг пен Бандунг командалары арасындағы кездесудің 15-ші минутында стадионда найзағай байқалып, Септиан Рахарджа есімді футболшы тілсіз жаудың құрбаны болды. Дәрігерлер бірден ойыншыға алғашқы көмек көрсетіп, оны ауруханаға жеткізген. Алайда дәрігерлер 35 жастағы футболшының өмірін аман сақтап қала алмады. Осылайша индонезиялық футболшы найзағай салдарынан тілге келместен көз жұмды. жылдың 14 сәуір күні Италияның Б сериясы қарсаңында Ливорно мен Пескара командалары жолыққан болатын. Матчтың 31-ші минутында қайғылы жағдайы орын алды. Италияндық жартылай қорғаушы Пьер Марио Моразини ойын сәтінде жүгіріп бара жатқан жерінен құлап түседі. Бірнеше рет орнынан тұруға ұмтылған футболшы есінен танып қалған. Төреші ойынды бірден тоқтатып, дәрігерлер Моразиниді ауруханаға әкеткен. Алайда өкінішке орай ауруханаға жетпей жатып, футболшы жедел жәрдем көлігінде жан тапсырған. Дәрігерлер қанша жерде ойыншыға көмек көрсеткендермен, оны аман сақтап қалу мүмкін болмаған. Небәрі 25 жаста болған Пьер Марио Моразини жүрегіндегі ақау салдарынан көз жұмды. Қайтыс болған футболшы жетімдік зардабын тартқан. 15 жасында футболшы анасынан айырылып, және содан 2 жыл өткеннен кейін әкесі де қайтыс болған екен. Футболдың қауіпті спорт түрі екендігінің кезекті дәлелі. 2001 жылдың тамыз айында Ресей чемпионатында Анжи мен ЦСКА командалары жолыққан болатын. Ойын сәттерінің бірінде допты қағып жіберуге ұмтылған қақпашы Сергей Пирхун қарсылас ойыншысымен соқтығысып, басынан ауыр соққы алады. Ойында әрі қарай жалғастыра алмайтын болғандықтан, дәрігерлер жедел жәрдем көлігімен ашық бас ми жарақатын алған қақпашыны
Махачкала қаласы ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізген. Жарақат алғаннан 10 күн өте украиналық қақпашы есін жимастан ауыр жарақат салдарынан жан тапсырған. Қаза тапқан Сергей Перхон бары болғаны 23 жаста ғана болған еді. жылдың сәуір айында бельгиялық футболшы Григорий Мертенс Локер мен Генк командалары арасындағы болып жатқан ойын сәтінде есінен танып жүрегі ұстап жерге құлап түскен. Барлық қажетті реанимациялық процедуралардан кейін дәрігерлер қорғаушыны жақын маңдағы ауруханалардың біріне жеткізіп, оны жасанды комаға түсірген. Алайда өкінішке орай футболшының жағдайы қатты нашарлап, көп ұзамай тілге келместен қайтыс болған. 24 жастағы ойыншының өмірі үшін күрескен дәрігерлер еріксізден ештеңе жасау мүмкін болмағанын мойындаған. Ивуарлық жартылай қорғаушы Шейк Тиоте профессионалды мансабында Андерлех, Твенте, сондай-ақ Ньюкасл сынды танымал командаларда өнер көрсеткен. Ағылшын премьер-лигасындағы өткізілген 7 жылдан кейін 2017 жылы футболшы мансабын Қытай елінде жалғастыру шешімін қабылдаған еді. 2017 жылдың 5 маусымы күні командалық жаттығу кезінде жартылай қорғаушы кенеттен есінен танып қалып, дереу түрде ауруханаға жеткізілген. Алайда Шейк Тиоте жүрек ұстамасы салдарынан ауруханада көз жұмды. Айта кетерлігі, футболшының жүрегінде мәселенің бар екендігі оның қайтыс болуынан 1 жыл бұрын анықталған екен. Ивуарлық жартылай қорғаушы небәрі 31 жаста ғана болған еді. жылдың мамыр айында Румыния чемпионаты матчтарының бірінде кезекті қайғылы оқиға орын алды. Бухаресттік Динамо мен Витаролом командалары арасындағы өтіп жатқан ойынның 63 минутында Патрик Экенг алаңға шығып, бар болғаны 6 минут өте есіне танып, жасыл алаңға жерге құлап түскен. Алаңдағы футболшылар көз алдарындағы болған жағдайға шок күйдерінде қалған. Жедел жәрдем көлігімен жүрек мәселесімен ауруханаға жеткізілген жартылай қорғаушының өмірін сақтап қалу үшін 10 дәрігер қолдан келгенше тырысқан. Алайда камерундық футболшы сол күйі есін жимастан небәрі 26 жасында бақилық болды. Кейде қатты қуанудың өзі адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. 2014 жылдың күзінде Индияның жоғарғы лигасы ойындарының бірінде матчтың 62 минутында Питер Бьяксангзуала есімді футболшы гол соғады. Соғылған голын ерекше атап өтпек болған ол қуану кезінде сальто жасап, жерге баспен құлап, қатты зақым алады. Алаңдағы жасалған алғашқы көмектен соң футболшы ауруханаға жеткізілген. Алайда жолыны үзіліп, жағдайы өте ауыр күйде болған индиялық футболшының өмірін аман сақтап қалу мүмкін болмаған. 2014 жылдың 19 қазан күні 20 жастағы Бьяксангзуала аса ауыр жарақат салдарынан ауруханада қайтыс болды. Жартылай қорғаныс позициясында ойнаған Марк Вивиен Фойя барлық мансабында Ланс, Вест Хэм, Лион, сондай-ақ Манчестер Сити деген секілді әйгілі командалар сапында өнер көрсеткен. 2003 жылдың маусым айында конференция кубогы турнирі аясындағы Камерун мен Колумбия арасындағы кездесудегі болған қайғылы жағдай футбол жанкүйерлерін дүр сілкіндіріп шок қылған болатын. Негізгі құрамда алаңға шыққан жартылай қорғаушы ойынның 72 минутында есін жоғалтып, алаңға құлап түскен. Бірден ойыншының есін жидыруға әрекет етіп көрген дәрігерлер мүмкін болмағаннан кейін оны ауруханаға әкеткен. Жүрегі тоқтап қалған футболшының өмірі үшін дәрігер қызметкерлері қолдан келгенше күрескен. Алайда футболшы тілге келместен жан тапсырды. Сараптамалар нәтижесінде 28 жастағы футболшының өлімі жүрек қан тамырлар жүйесінің тоқым қуалайтын ауруы себебінен болғаны анықталды. Венгриялық шабуылшы Миклош Фехер профессионалды мансабында португалдық Порту, Брага және де Бенфика деген секілді командаларда доп теуіп, талантты футболшы саналған еді. 2004 жылдың 25 қаңтарында Португалия чемпионат аясында Бенфика мен Витория командалары кездескен болатын. Және негізінен бұл ойынға Фехер жарақатына байланысты қатыспауы керек еді.
Алайда ол сонда да бапкерден алаңға шығуын сұрап көндірген екен. Матч сәттерінің бірінде шабуылшы ойын ережесін бұзғаны үшін сары қағаз алды. Және көрсетілген сары қағаздан соң ойыншы шашын бір қайырып, төрешіге күле қарап, алаңда құлап түседі. Орын алған жағдайдан соң ойыншылар және кейіннен дәрігерлер де футболшыға бірден көмекке ұмтылған. Алайда өкінішке орай жүрегі тоқтап қалған ойыншының өмірін аман сақтап қалу мүмкін болмаған. Венгр футболшысы бар болғаны 24 жасында ғана дүниеден озды. жылдың 6 наурызы күні Судан чемпионаты қарсаңында Аль-Меррих пен Аль-Амали атты командалар жолыққан болатын. Бұл ойынға қатысқан Эндуранс Идахор есімді шабуылшы ойынның екінші таймының ортасына қарай кенеттен есінен танып жерге шалқасынан құлап түсіп, тыныс алуын тоқтатқан. Жедел түрдегі алғашқы көмектен соң футболшыны ауруханаға әкеткен. Алайда ауруханаға жетпестен 20 жастағы нигериялық футболшы жедел жәрдем көлігінде жан тапсырған. Жас ойыншы жүрегіндегі мәселесі себебінен көз жұмған. Жүрегі тоқтап қалып өмірден ерте кеткен кезекті футболшы Антонио Пуэрто. Испаниялық қорғаушы өзінің барлық мансабын тек қана Севилья командасында өткізген. 2007 жылдың 25 тамызы күні Испания чемпионатының бірінші турлы ойын аясында Севилья мен Хетафе командалары кездескен болатын. Ойын сәттерінің бірінде Антонио Пуэрто есін жоғалтып, алаңға құлап түскен. Медициналық қызметкерлердің көмек көрсеткендерінен кейін футболшы жасыл алаңда өз аяғымен тастап кете алған. Бірақ та киім ауыстыру бөлмесінде футболшыда жүрек ұстамасы орын алып, ауруханаға жеткізілген. Бұл жағдайдан 3 күн өте футболшы ауруханада қайтыс болды. Жан тапсырған қорғаушы небәрі 22 жаста ғана болған еді. Футболшы өнер көрсеткен 16 нөмерді Севилья клубы Антонио Пуэртоның құрметіне орай мәңгілікке бекітіп қойған. Айта кетерлігі, қайтыс болған ойыншы атақты Серхио Рамостың жақын досы болған еді. Бұл видеоны сіздерді шошытып, футболға деген құлшыныстарыңызды кетіретін мақсатта шығармадық. Қауіп кез келген сәтте аяқ астынан болуы мүмкін екенін ұмытпайық. Сонымен қоса денсаулыққа аса қатты мән беру керек екеніне осы бейнероликтен түйін алуға болады. Бүгінге осы, келесіде кездескенше аман болайық.